Сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша кино. Дәл осы шығарылымда сіздерге таңғажайып достық туралы Пеликан фильмін қысқаша айтып беретін болам. Достар, сіздерге бір өтініш. Менің видеомды 86% адамдар арнама тіркелмей көреді екен. Егер сізде тіркелмеген болсаңыз, арнама тіркеліп лайк басып кетіңізші. Бұл сіз үшін 1 секунд, ал мен үшін 100 000 оқырманға алып баратын жол. Ендеше көп созбай, кино шоуымызды бастайық. Соседа воевали без устали. Рок заклю. Фильм грекиялық Зора өзенінен бастау алады. Шағын ауыл, таулы аймақ. Басты кейіпкер жергілікті бала Яннис. Бала әкесінің тапсырмасымен портқа келеді. Басты кейіпкер Яннис үйде жасалған ішімдікті Кубадан келген кеме капитанына жеткізуде. Кемеге көтерілгеннен кейін балаға кішкене күте тұр дейді. Сонда бала кеменің ішінде бір қызық құсты байқап қалды. Және құс ыстықтан қатты қиналып тұр екен. Куда забрался? Вот наглец. Он хочет пить. Ал сосын бала капитанға бұл құсты маған берші деп өтініш қылды. Бірақ та капитан оның есесіне ішімдікке төленген ақшаның барлығын бересің дейді. Бірақ та бала келіспеді, себебі ол ақшасыз үйге оралатын болса, әкесі оның аямай жазасын береді. Сонда капитан жас баланың мойнындағы крестикке құсты айырбастайық дейді. Янниске крестикпен қоштасу оңайға соқпады, себебі бұл зат оның қайтыс болып кеткен анасына тиесілі еді. Папаша, небось, сыпет, когда узнает, а? Да он не узнает. Осылайша Яннис үйге құспен бірге оралды. Жолда бала өзін жұбату үшін мен құсты құтқардым ғой деп ойлап қояды. Және оның үстіне егерде анам тірі болғанда менің жасаған тірлігімді анам құптар еді деп ойлап келе жатыр. Бірақ та оның әкесі өте қатал адам. Ол дәл осындай айырбастауға анық қарсы болады. Осы кезде Демос пен таңғы балық аулаудан келе жатыр. Сонда бала құсты білдіртпей сарайға тығып қойды және әкесіне барып аулаған балықтарын жайғастыруға көмектесті. Сонда әкесі баласына балық аулайтын құрылғыны жөнде дейді. Ал өзі ештеңені байқамастан балық аулауды жүзеге асыратын орталыққа қарай кетті. Со временем привыкнешь к ней. Ал сосын үйде жалғыз қалған бала бұл құстың қандай құс екенін білгісі келді. Бір қарағанда аяғы қаздың аяғына ұқсайды, ал тұмсығы болса үйрекке ұқсайды екен. Бірақ та алдында тұрған қандай құс екенін біле алмады. Оның үстіне құс үй тамағын мүлдем ішпейді екен. Ал сәлден кейін Яннис әкесі ештеңе байқамасын деп ағаштан жасалған крестикті мойнына тағып алды. Осылайша бала күні бойына уақытын жаңа досымен өткізді. Ал кешкісін жатарда оны қасына алып жатты. Если папа тебя найдет, прибьет обоих. Лучше его не злить. Ал таңертең бала өзінің досы үшін кішкентай балықтарды аулайды. Және құстың атын Никостратус деп қойды. Никостратус дегеніміз осы кездегі танымал кеменің аты екен. Ал біраз уақыттан кейін бала шіркеуге келеді. Шіркеуде Космос деген жігіт жұмыс жасайды. Монах болса зоологияға қатты қызығады екен. Сол себепті бұл құстың түрін бірден тапты. Пеликанос анакротулос — это латинское название розового пеликана. Шіркеу қызметкері бұл құстың пеликан екенін айтты. Және бұл құстың өте үлкен болып өсуде мүмкін екенін ескертті. Ал келесі күні Яннис порттағы базарға барады. Бұл жерде ол қолдан жасалған ірімшікті сатуда. Әкесі Демоспен де жанында екен. Және ол балықтарды жергілікті кафелерге таратуда. Осы кезде әкесі баласына ұрсып кетті. Бірақ та айналадағы адамдар балаға жақтасып сөйледі. Адамдардың барлығы түсінеді, осындай қатаң әкемен қалай өмір сүруге болады деген сияқты. Әйелінің өлімінен соң Демоспен бұрынғыдай көп сөйлемейтін болды, және ол қатты өзгеріп кеткен. Осының кесірінен баласына да әкесімен өмір сүру өте қиын. Бірақ та бақытына орай оның жаңа досы бар. Яннис жөндеу жұмысын жасады. Ол тіпті бөлмесіндегі қабырғаны да бұзды. Құстың емін-еркін екі ортада жүру үшін. Пеликан тез өсе бастады және соның есебіне бұрынғыдан да көбірек балықтар жеу керек болды. Және құсты тығып асырау бұрынғыдай оңай болмады. Никостың пайда болуы баланың өмірін түбегейлі өзгертті және барлық бос уақытын Никоспен өткізді. Уже возвращается. Кыш, беги, прячься. Күндердің бір күні әкесі баласының үлкен бір құспен ойнап жүргенін байқайды. Осылайша әңгіме арасында баласының мойнындағы крестиген құсқа айырбастағанын біліп қойды. Бұны естіген Демоспен қатты ашуланып құсты қолына ұстап алды. Бірақ та Никос қашып кетті. Өкінішке орай Никос әлі ұшып үйренбеген еді. Сол себепті ол баланың әкесінен тек қана қашуға тура келді. Ал кешкісін әкесі пеликанды көрген бойда өлтіремін дейді.
Бала досымен кездесіп, оны адамдар жоқ жерге алып барғысы келді. Осылай жасаса, екеуі кездесіп тұрады, және әкесі оларды байқамайды да. Осылайша бала түнделетіп пеликанды үңгірге келді. Бірақ та бұл үңгірге тек қана жүзіп баруға болады. Күндердің бір күні Яннис пеликанға жаңа ауланған балықтарды келді. Бірақ та құс бұл жерде болмады. Сөйтіп қарап отқанда жоғары жақтан Никостың ұшып жүргенін көрді. Пеликан осы жерде айналып ұша берді. Осылайша балаға өзінің ұша алатынын көрсетіп мақтанған сияқты. Обещай далеко не улетать, Никос. Біздің басты кейіпкер бір жағынан қуанса, бір жағынан мұңайып тұр. Енді қайтып пеликанның жасырына алмайтынын бала түсінеді. Осыдан кейін адамдар аспанда ұшып жүрген үлкен құс туралы айта бастады. Ал осыдан кейін кешқұрым ауылға бір қыз келді. Оның есімі Анжелика. Демалыс күні басталған және қыз өзінің ағасының кафесіне келіп, азын-аулақ ақша тапқысы келген екен. Здравствуйте. Яннис әдеттегідей базарға сыра келуде, және оның ізінен пеликан да келді. Ол баланың алдына келіп қонды, және айналадағы адамдардың барлығы құсқа қарай берді. Осылайша адамдардың барлығы бұл құстың балаға тиесілі екенін білді, және адамдардың барлығы баланың құсты қалай басқарып отырғанына қатты таңғалды. Никос өзін қолда үйретілген құс секілді ұстады, ал бұны сыртынан Анжелика қарап тұр. Осылайша қыз ұялшақ жігітпен танысып, онымен бірге серуендеп келейік дейді. Этот пеликан подарок небес. Ал кейінірек Димаспен пеликан өмір сүріп жүрген жерде балық аулай бастады. Осы жерде құсты байқап, оны аулағысы келді. Және балық аулайтын аумен пеликанды ұстап алды. Ал сосын жағадан әрмен қарай жүріп, қолына пышақ алады. Осы жерде қатты ойланып, әкесі Никосты бостандыққа жібереді, ешқандай да зиян келтірмей. А он большой? Очень большой. Ал осыдан кейін бала ауылдағы танымалдылыққа ие болды. Және пеликанмен суретке түсу үшін ауылға көптеген туристер келе бастады. Осының арқасында кафе қожайыны көптеген табысқа ие болды. Сонда кафе қожайыны балаға Никосты кешкілік уақытта бізге алып кел дейді. Мен саған уәде беремін, келген туристердің барлығы пеликанмен суретке түскен үшін саған көптеген ақша беретін болады дейді. Бірақ та біздің Яннис өзінің досын ақша табу үшін пайдаланғысы келмейді. Үйіне келген соң әкесі мен жұмыс істеуге барамын және бірнеше уақыт үйде болмаймын дейді. Әкесінің табысы өте аз екен, балықтар да ауға түспей жатыр. Ал кейін досымен бірге ойланып отырып Яннис туристердің көңілін көтеру үшін келісімге келіседі. Осыдан кейін пеликанның аты шығып, ол аралдың құсына айналды және туристер де көптеп келе бастады. Ал бұл жағдайға аралдағы жалғыз кафенің қожайыны қатты қуанды. Кафеге келген адамның барлығы құспен бірге суретке түсе алады. Ал осы арқылы біздің басты кейіпкеріміз көптеген ақша таба бастады. Бір күні үстел басында отырғанда Анжелика балаға серуендеп қайтайық дейді. Екеуі кемеде жүзіп келе жатып, бала пеликанға қалай қол жеткізгенін айтты және қызға кіресін берген капитанның қай кемеде екенін көрсетті. Екеуі күнді көңілді өткізді. Ал кешкісін клубқа келді. Осы жерде Анжелика Яннисті өзінің достарымен таныстырды. Ал сосын билеуге кетті. Осы кезде Яннис көп ішіп қойып ұйықтап кетті. Таң ата қыз жігітті кемеде оятты. Анжелика балаға бұрын айырбастаған крестигін қайтып берді. Және сен ұйықтап жатқанда бұл крестикті мен капитаннан сатып алдым дейді. Теперь ты мой должник. Хочу на Мирте. Осылайша Анжелика крестиктің есесіне пеликанның тұратын жерін көрсет дейді. Осыдан кейін екеуі Никос тұратын үңгірге жүзіп келді. Және екеуі күні бойына уақытын осы жерде өткізді. Яннис сегіз аяқты ұстап алып, өзінің достарын тамақтандырды. Ал кейін бала қызға бұл күн өмірімдегі ең жақсы күн деп мойындайды. Кешкісін екеуі құсқа қатысты болмашы бір нәрсеге керісіп қалды. Бала үйіне оралды және үйінде қатыгез әкесі күтіп алды. Возвращаюсь, а дома пусто. Ты где был? Әкесі Яннистің жаңа табыс көзі туралы естіген екен. Ал сосын баласына ұрса бастады. Сонда бала жай ғана суретке түсіру сенің балық аулағанынан да көптеген табыс әкеледі дейді. Тіпті осының арқасында анамның крестигін де қайтарып алдым дейді. Демаспен өмірінде алғаш рет баласына қолын көтерді. Ал сосын бала өзінің досының қасына барып түнеуге кетті. Таңертең Яннис ұйықтап жатқанда пеликан аралға ұшып келді. Ал Анжелика көңіл күйі болмағандықтан онымен ойнауға келіспеді. Енді Никосқа жалғыз өзі аралды аралауға тура келді. Дәл осы кезде ауылға туристердің жаңа партиясы келе жатыр еді. Ал рөлде отырған жүргізуші әңгімеге алаңдап алдындағы ұшып келе жатқан құсты байқамай қалды.
Я не виноват. Қорқып кеткен туристер әлі де өлмеген тірі пеликанның қасына жиналып қалды. Осы кезде Янис келді және Никосты қолына ұстап әкесіне әкелді. Оған көмектесші деп. Осындай ауыр жарақаттанған құсты көрген әкесі пеликан тірі қалмайды дейді. Он ничего не почувствует, я тебе клянусь. Сонда бала көзіне жас алып құмға құлайды. Ал әкесі өліп бара жатқан құспен бірге қайықта жүзіп бара жатыр. Ал түнде бала сандырақтай бастады және қызуы көтеріліп кеткен. Түсінде ол анасын шақырып жатыр екен. Ал әкесі бала тынышталам дегенше қасында болды. Ал сосын өзінің әйелінің суретіне қараған еркек алғашқы рет әлсіздік танытып жылай берді. Аралға қайғы орнады. Пеликанның үңгірі енді бос. Ауыл тұрғындарының барлығы Янистің жағдайына алаңдаулы. Анжелика балаға күнде жағдайын сұрап келіп тұрады. Осылайша Янис жаймен деп өзіне келе бастады. Балалар тезірек татуласып, екеуі бірге уақыт өткізіп жүрді. Енді аралда бұрынғыдай қаптаған туристер жоқ. Аралдың күйі баяғысынша болды. Ал сосын Янис ауылда серуендеп жүріп кафеге кірді. Кафе қожайынның сөзінен әкесінің бұл жерге көптен бері келмегенін біледі. Ал бұрындары кешкілік уақытта күнде келіп осы жерде ішімдік ішетін еді. Осы сөзден кейін Янис үйіне қарай асықты және бала әкесінен Никостың өлімі туралы сұрады. Бірақ та бала әкесінің сөздеріне сенбеді. Осылайша Янис әкесін аңдып, оның қайда жоғалып кетіп жүргенін білгісі келді. Қайықтың ізінен жүріп отырып, Янис өзінің таныс үңгіріне келді. Тастың үстіне шығып, бала өзінің әкесінің пеликанды қалай ойнатып жүргенін көреді. Кезінде әкесі бұл құсты емдеп шығаратынына сенімді болмаған еді. Сол себепті де шындықты баласынан жасырған. Және баласына сондай жағымды тосынсый жасау үшін Никостың толығымен жазылып шыққанын күткен екен. Сонда баласы әкесін қатты құшақтап, әке, сенің сыйлығың маған қатты ұнады дейді. Ал сосын аралдағы адамның барлығы мереке ұйымдастырды. Және дәл осы мерекенің ортасында Янис пеликанды ортаға алып шықты. Тірілей және дені сау күйінде. Бұны көрген адамның барлығы қатты қуанды. Сіз де дәл осындай досыңыз болғанын қалар ма едіңіз? Комментке жазып кетіңіз. Достар, егер фильм сізге ұнаған болса, лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпа. Және келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны да басып қой. Ал әзірге аман сау болыңдар достар.